Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Елес. Қолымда қалам, алдымда қағаз. Ел ұйқыда, мен ояу отырмын. Екіні, үшті соқты, әлі отырмын. Переброски ұшыраған жолдашылап ойым байыз таппай, бірден бірге көшеді. Ол маған шот емес. Жарылып кетсем де бір мақала жазуым керек. Аймақтық жастар комитеті 2 күннің ішінде жазып тапсыруға мойныма бір мақаланы артқан. Басым сынып барады. Сынбай қайтсын. Масленканың шелпегін жеймін деп, бір жолдастың үйінде отырып қалып, боз жорғаны айдаңқырап жібергем. Қаламды шықырлатып, қайта малам келмейді. Жер ошаққа аяғын тығып алған боташа қаламды сілкетсем, әлі түгі жоқ. Ерсілі-қарсылы уқалап жын соққан торғай бастандырып, шашымда дудыраттым. О да түкке сеп болмады. Бар бітіргенім алабота жаққан ауылша тұмсығымнан түтінді гу-гумен шығарып бықыста берем. Үйдің іші алай-түлей сасық тұман. Басымда тұман. Қазынаны жеп, жазаға тартылған запқоздан жаманын жұрғам түсті, сұрым қашты, ыза болды. Сол кезде ойым, көзіме көрінетін зат болса дереу, саботажник контр деп жағасынан алғандай едім, әттең қолыма түспеді. Үстелге шынтақтап басымды тіреніп отырмын, қалдым білем, көзім бұлдырап, қалған тәрізді болдым. Бірдеңе қараң етті. Сөйткенше болмады, кеудесіне портфель қолтықтап, автомобиль мінген кеудесінде кердеңдеп басып, бір жігіт сап ете түсті. Таң тамашамын. Есік ашылғандай болған жоқ еді. Бұқайдан келіп қалды дейім. Алды артыма қаратқан жоқ. Ежелден таныш жолдасымдай, «Жолдас, не жазып отырсың?» деді. Сасып қалдым. Әйтсе де сыр білдіргім келмеді, жөпшеңді кісіге өзімде бой бермейтін жігітпін. Газет журналға бір-екі сөз басылса, жазушы, ақын екенмін деп, партия комитеті қол ойып, мөр басқандай-ақ, өзін-өз ден қойып алатын омырау жігіттер аз ба? Сондай болудан мен де сау кісі емеспін, неғып бола қояйын. Сондықтан ақша мекемесінің билеуші сияқтанып ызбарланып, «Сізге не керек?» дедім. Іріленбе, түні бой түк жаза алмай отырып, қатқанының басына көкеймісің деді. Жазам ба, жазбайым ба, онда сіздің жұмысыңыз жоқ. Менің жазуым тергейтін сіз емес, журналшылар деп сырт бердім. Одан жаман әкіреңдеді. Танымасаң, танытармын, одан да шыныңды айт. Өзің қалай өкім сөйлейсің? Өзің кімсің? Партийный билетің бар ма деп қоқан лоққа салдым. Айылында жиған жоқ. Сықақ қылған кісіше мырс етті. Ей, байғұс, билетіңді бет күстап қоқиланғың келді ме? Сонша қоқиланғандай қанша білімің бар? Қайдан тұтынған жолың бар? Жолым бар, жолшы жүрген сендерден сақтасын. Олай болса жолыңды айтшы, тыңдайын. Менің жолым төңкеріс жолы. Төңкеріс жазушысы екенсің ғой. Иә, менің де көп қарастырып жүрген мәселем осы еді. Төңкеріс ақынын жолықтыра алмай жүредім. Жақсы келіктің ғой, олай болса әңгімелесейік. Әлде бір-бірімізден пайдаланып қалармыз деді. Құлағыма жағып кетті. Өзі де сөзде әрі жатық, әрі жат көрінді. Магнит қуаты бар даяқ сөйлеген сайын ұйытып, бойымды балқытып әкетті.
Манағыдай емес, түсімді жылытып орынды ұсындым. Отырдық. Дұрыс, мен де кісі таба алмай жүредім. Жақсы, сөйлесейік Дедім. Ол бастады. Ендеше, төңкерістен бері не жазып жүрсіңдер? Әуелі маған соны айтсаң екен. Біз төңкерістің берген бостандығын, теңдігін жазамыз. Төңкеріс жолында құрбан болған ерлерді өлең қыламыз. Ортақшылдар жолын, кеңес өкіметін мақтаймыз. Тағы да еңбекшілерді тап күресіне шақырамыз. Әйелдер теңдігіне арнап жазамыз, жастарды оятамыз. Жұртты оқуға үндейміз, байды, жуан жұдырықты түйрейміз. Тағы несі болады? Ескі молдаларға, дінге, ескі әдет ғұрпқа қарсы сөздерді жазылады. Міне осы тәрізді. Төңкерістен бері неше жыл өтті? 6 жыл өтіп, 7-шіге аяқ басып отырмыз. Содан бері қақсап келе жатқан жарапазандарың осы ғой. Енді не жазу керек? Міне сендердің төңкерісті оқпағандығың, күнде айғай, күнде даурық, желдеткен қара боран сөз мезі қылғандай болған жоқ па? Құрғақ сөзден жалықсаңдаршы, 6 жылда айғаймен алдыңдар, тым болмас енді ойласаңдаршы. Енді бір өмірге, тұрмысқа келетін сөз жазсаңдаршы. Біздер жастар көппіз, жұлдызбыз, арыстанбыз, батырмыз, қорықпаймыз, жәншіп таптап кетеміз, жанып тұрған отпыз, жалынбыз. Біз қоймаймыз, біз кенелтеміз, біз қарық қыламыз дей бергеннен не тамады? Мұның бәрі ет пен терінің арасындағы жел емес пе? Төңкерісті жазғанда осылай жазам екен. Осыдан бөтен жазатындарың бар ма? Неге болмасын? Бар. Әркім әртүрлі жазат деу мұңақ екен, бастырмалатып соға жөнелді. Басқа әдебиетшілердің сөзін көрмей жүрмін бе? Кімді айтасың? Олар не жазып жүр? Біреу Асан Қайғы, Шортанбай болып, қазақтың ертегідей өткен күн жырлап, зар замандатып жүр. Өткенді қайтарып, өлгенді тірілту кімнің қолынан келмекші? Тарих өзен теріс ағызатын қандай әулие, қай құдай? Бүгіннен түңіліп өткенді көксеп, мәдениеттен қашырған қайдан шыққан пайғамбар? Қазақтың қай досы? Біреуің жаңашыл болғанның жөні осы деп, ескі әдебиетті отқа өртеу керек деп жүрсіңдер. Ескі әдебиетті, ескі мәдениетті отқа өртеп, енеден данышпан, енеден еңбекшіл болып туған кім бар еді? Киімшең туған қандай ұл? Ескі әдебиет, ескі мәдениет байдікі, патшаныкі екен. Оларды жоялық. Берші, кәне жаңа әдебиетіңді, жаңа өнегіңді. Осыны айтатын ақындар кімнің әдебиетімен суғарылып, жаңашыл бола қалды екен? Алдында әлеумет ғылымын, тұрмыс жүйесін, табиғат заңдарын, жан-жануарлар жаралысын зерттеген бай мәдениетінің ғалымдар болмаса, Маркс шығармайды. Маркссыз Ленин туар ма еді? Жаңағы ескі сабақ, жаңағы ескі баспалдақ емес пе? Біреуің қызбен жүргеніңді, гөләйт салғаныңды, мықын ұстағаныңды, біреуің төңкерістің идеясын ұстай алмай, айғайын ұстап жүрсің. Енді бірің жазасың не онда, не мұнда жоқ, қояннан көз жазып қалған таздай арсалаңдап жүрсің. Тағы біреу көрінгенге жалпақ шеше көрінгелі, түлкі болып құйрығын бұлаңдатып жүр. Енді бірінің орысты қазаққа, қазақты орысқа шақыстырып, сенім алмақ, ақына тамбақ ойын бар. Тағы біреуің ойын жасырып, бойын жасырып, жат елдің жазушыларын аударып, талшық етіп жүр. Сендерде мұрат бар ма? Бағыт бар ма? Жүрек бар ма? Бүгін идеалист, ертең материалист. Бүгін реалист, ертең символист. Бірсі күні футурист. Тағы үндеме. Бірдеме ес әйтпесе әр қайсына бір шөкім. Ақындықты, жазушылықты сауысқан қайырбаста. Неден мұнша адастыңдар?
күндік күніңе өшті қасты кегіңе, әлде күншілдігіне бола елдіктің айнасы әдебиетті ұрыс керіске боғауызға айналдырдыңдар. Келешектен ұялсаңдар. Күйіп қой, шыдай алмадым ғой, айтпайын десем де қоймадыңдар ғой түге, азып туған мұндарлар деп тұра жөнелді. Милициядан қорыққан жуан құсап, көзім шарасынан шықты. Қуып жетіп, ұстай алдым. Тоқтаңыз, жолдас. Қайырлыңыз. Не қыл дейсіз енді, айтқаныңызды істейік. Жазбайық деп жүргеніміз жоқ, қол тимейді. Күнде қызмет, мәжіліс, дәріс, театр, сүгіретке түсу, қызбен жүру, тағы анау-мынаудан мұршамыз келмейді. Артына қасқырша қарап тұрды да қайт оралды. Тағы сөйледі. Мен аузымды ашып, көзімді жұмып тыңдадым да отырдым. Ол айта берді. Жазушы кім? Ақын кім? Білесің бе? Олар заманның айнасы, елдің тұрмысын, өмірін, тілегін, арманын әдебиет айнасына түсіретін солар. Оны көрсе, оны сақ, мұны көрсе, мұны сақ болып қазаққа ұғымсыз, не болса соған еліктемей, шын өмірді, деректі өмірді неге жазбайсыңдар? Төңкерістен бері қазақ елінің басынан қандай күндер өтпеді? Тұрмысқа қандай өзгеріс кірмеді? Қазақ даласын көмірдей басып ақтар өтті. Оның артынан қызылдары келді. Қазақ даласындағы соғыс майдан ашылды. Мұның бәрі қандай із қалдырды? Осыларды қайсын жаздың? Кеңес үкіметі орнады. Разберский, Проднало, көлік, адам салығы түсті. Енді милиция, агент, инспектор, отряд қаптады. Ел негеге түсті. Әуелгі кезде партияға тонын алдырып талалар кірді. Олар түрлі қызметпен, сайлау жұмысымен ел аралады. Сауатсыздықты жоятын дүмше мұғалімдер тарады. Олар елге не пайда, не зиян келтірді? Мұны жазған кімің бар? Қазақ жұтқа, ашаршылыққа ұшырады. Оның ауыртпалығы, өлімі, шығыны, қайғысы, зардабы қандайлық болды? Жылу кемесиелері құрылды. Олар не істеді? Еркін сауда, қызыл саудагер қалай тиді? Бұларды әдебиет айнасына түсіруші болды ма? Төңкерістің жақсы жақтары еңбекшілер қожалығы, сот, оқу, мектеп, әйел теңдігі, жер алу, қала салу, кедей баласы оқуға ұмтылу, жұмысшылар, ордақшылар, жастар ұйымдары, жетімханалар ашылуы, олардың ісі міне. Осыларды келістіріп суреттеген жазушылар бар ма? Қазақта төңкеріс үшін алысқан, жан қиған ерлер болды ма? Болса олардың өмір немен өтті? Төңкеріс жағына шыққан азаматтардың кімі не істеді? Шын ортақшылар мен боямалардың айырмасы неден көрінеді? Ұлтшылдар, отаршылардың кесірі қандай болды? Бұларды қозғаған жазушы болды ма? Бүгінгі шен құмарлық, кеңсешілдік, ата ру намысы, губерне намысы, орынға таласу, топтасу, жіктесу қандай күйде? Кім не үшін күресіп жүр? Бұларды жазуға тісіп атқан жазушы шықты ма? Осылардың әр біреуі бір әңгіме, бір роман болуға жарамай ма? Төңкеріс жазушысы, төңкеріс ақыны болсаңдар, осыны неге жазбайсыңдар? Төңкерістің мақсатын түгел жаза алмаған соң, жазушымын деп не керек? Осынша соны, осынша бай әңгімелер жатқанда, сөз таба алмай сандалып, қара боранға, зар заманға, асық жарға, қайғы зарға салынатын не бар? Қандай уақ нәрселерден құралып, төңкеріс жеміс көрінбей ме? Өткен жаз бір кедей шәкірт елге барып, өзінде 20 кедей баласына келіп оқуға түсіріп отыр. Бұл теңдікті кедей баласы қашан алып еді? Әне, сенің өз еліңде пароходта жүк көтеріп, жер астында көмір қазып жүрген талай жұмысшылар болыс-пом болып отырғанын көрмейсің бе?
мелшиіп не дерім.